12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде интеллектуалды ұлт білім сайысы. Өздеріңізге белгілі, біз 10 және 17 наурыз аралығында 7 аудан мен қала мектептерінің арасында іріктеу кезеңін өткізген болатынбыз. Сол іріктеу кезеңінен бірінші орынмен шыққан командаларды бүгінгі жартылай кезеңге жолдама беріп, бүгін мінекей ортамызда бүгін осы 4 команда жарысатын болады. Бүгін жартылай кезеңнің бірінші ойыны. Айта кетейін, бұл білім сайысы Қорқыт атындағы Қызылорда университеті, облыстық жастар ресурс орталығы және де Қызылорда облыстық телеарнасы ұйымдастыруымен жасалып отыр. Сонымен бүгінгі жартылай кезеңге жолдама алған командалармен таныс болайық. Бірінші, Шиелі ауданының командасы. Одан кейін Жалағаш ауданының командасы, одан кейін Сырдария ауданының командасы және де Арал ауданының командасы. Ал енді құрметті көрермендер, көп сөзбай сайыстың кезеңдерімен таныстырып, сайыстың өзіне қарай көшсек. Жалпы біздің сайысымыз 4 кезеңнен тұрады. Әр кезеңде 10 сұрақтан болады. Бірінші кезең жалпы сұрақтар. Мұнда қатысушылар өздерінің білімдерінің эрудициялық деңгейін тексеретін болады. Әр түрлі саладан сұрақтар болып. Ал кино, музыка, квиз деген кезеңде бізде сұрақтар 3 тілде қойылады: орысша, ағылшынша және қазақша. Бұл әрине өзі атайтып тұрғандай кино және музыка әлемінен болады. Одан кейін үшінші сұрақ ол логикалық сұрақтар. Әрине логика бар немесе жоқ дегендей. Бұл кезеңде біз қатысушылардың логикасын тексеретін боламыз. Соңғы кезең тәуелсіз Қазақстан тарихы. Яғни біздің тәуелсіздік алғалы бері және де сонымен қатар Қазақстанның әртүрлі кезеңіндегі тарихынан сұрақтар қойылатын болады. Сонымен құрметті қатысушылар, дайын болсаңыздар, біз сайысымызды бастаймыз. Атап өтейін, сайыста белгілі бір уақыт қойылмайды. Кім бірінші басады, батырманы алдарыңызда тұрған, сол команда жауап беру құқығына ие болады. Егер де сіздің жауабыңыз дұрыс болмаса, келесі батырманы басқан командаға жауап беру құқығы беріледі. Одан кейін әрі қарай. Барлық команда жауап беріп болғаннан кейін, егер дұрыс жауап табылмаса, бірінші басқан команданың жауап беруге қайтадан құқығы бар. Сонымен сайысымызды бастасақ. Бірінші кезең, жалпы сұрақтар, бірінші сұрақ. Бұл елдің кітап қоры әлемдегі ең үлкен болып есептеледі. Бұл қандай мемлекет? Тамаша. Ватикан. Ватикан. Дұрыс емес. Сырдария. Америка Құрама Штаттары. Дұрыс. Америка Құрама Штаттары. Сырдария командасына 1 ұпай. Екінші сұрақ. Бұл елдің астанасының атауын өздерінің ана тіліне аударғанда солтүстік Астана деген мағына береді. Бүкіл әлем ол қаланы өз атымен айтса, КСРО құрамында болған елдер басқа атпен атайды. Бұл қандай ел? Я, Сырдария? Қытай. Немесе Қытай Халықтық Республикасы толық атауы. Тамаша. Бұл металдың 1 граммы 6,5 миллион доллар тұрады. 1950 жылы ақш-та қолдан жасалған радиобелсенді металл. Атауы қандай? Сырдария. Алтын. Ау? Алтын. Дұрыс емес. Алтынның 1 граммы ондай тұрмайды ғой. Арал? Платина. Дұрыс емес. Калифорния. Басайық батырманы. Я, Жалағаш. Калифорния металы. Дұрыс. Жалағашқа 1 ұпай. Платина, алтын дегендер ол табиғатта бар да, бұл жасанды деп тұр. Жасанды ол Калифорния металы. Келесі. Қатарды жалғастырайық. 1, 8, 27, 64. Келесі сан қандай? Арал. 69-ның кубы. Өтіп қатты неғымайық. Шиелі. Дұрыс емес. Сырдария. 125. Дұрыс. Бияқта заңдылық бар ғой. Әр санның кубы 1-дің кубы 1, 2-ның кубы 8, 3-дің кубы 27, 64, 4-тікі одан келесі. Тамаша. Сырдарияға тағы 1 ұпай. Келесі сұрақ. Бұл ойында 6 түрлі фигура бар. 1851 жылы Лондонда осы ойын түрінен тұңғыш рет халықаралық турнир өткізілді. Ойынның атауы. Шиелі. Ау? Жоқ, ойынның атауы. Сырдария. Шахмат, дұрыс. Бұл ойында 6 түрлі фигура бар. Шахмат, тамаша. Сырдария жақсы бастап келатсыздар. Келесі сұрақ. Тыңшылайық. Атақты жазушы Асқар Сүлейменов қазаққа ескіргенде кім ескіреді деп айтқан? Абай. Дұрыс емес. Сырдария басты. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбайұлы. Яғни қазаққа
ескіргенде абай ескіреді деген не деген тамаша сөз, иә? Келесі сұрақ. Бұл тіршілік иесінің кейбір түрлерінде сүйек болмайды, және кейбір түрлері мүлде ұйықтамайды. Сонымен қатар тістерінің саны 3000-ға жетеді, және ұзындықтары 17 сантиметрден 20 метрге дейін болады. Тіршілік иесінің аты жалағаш. Ұлу. Дұрыс емес, ұлуда 25 мың тіс қой. Жылан. Арал. Дұрыс емес, жыланда сүйек болады ғой. Бас сүйегі бар ғой. Кейбірлерінде сүйек болмайды бұл түрде. Сіздер әлі жауап бермейсіздер, екі команда жауап беру қасын бар жауап бересіздер. Шиелі, Сырдария. Варианттар бар ма? Я. Кит емес. Сырдария, сіздер ғана қалып тұрсыздар, барлық уақытты алып тұрсыздар. Тез етіңіздер. Я? Акула. Дұрыс, акула. Соңғыға сорпа бар деген. Тамаша. Келесі сұрақ. Бұл жиын сауда-саттық мақсатында тұрақты түрде белгілі бір мерзімде өткізіліп отырады. Жиынның атауы. Жәрмеңке. Дұрыс, Арал ауданы жәрмеңке. Тамаша, жауап. Келесі. Келесі сұрақ. Бұл тағам түрі әлемде танымал және тез дайындалатын тағамдар қатарына жатады. Тағам атауы қаланың құрметіне қойылған. Бұл қандай тағам? Гамбургер. Дұрыс емес, гамбургер деген бар қала, бірақ гамбург деген мақсатына қоймағанда, бірақ оны. Жалағаш. Я, жалағаш. Пицца, дұрыс. Пизза деген қаланың құрметіне пицца, я, тамаша. Келесі. Бұл көл Қазақстан Республикасының территориясына ең терең болып есептеледі. Лақап аты Емші көл. Атауы қандай? Я, жалағаш. Я, әшейін баса салу. Алакөл. Ау, Алакөл. дұрыс, Алакөл. Тамаша. Бірінші кезеңді осылай аяқтадық. Тамаша. Өзіміздің деңгейімізді көрдік. Мен қуаныштымын. Көптеген сұраққа, барлық сұраққа жауап табылды. Ол өте жақсы. Тамаша, құрметті қатысушылар, бірінші кезеңнен өте жақсы өттік деп ойлаймын. Енді екінші кезеңге назар аударайық. Екінші кезең кино-музыка квиз. Бұл кезеңде сұрақтар үш тілде қойылады. Әртүрлі кино және музыка әлемінен. Сонымен бірінші сұрағымыз. Бұл әнші шығарған әндер жинақтары 500 миллион дана болып сатылған. Әлемде сатылым жағынан бірінші орында әншінің аты. Я, Сырдария? Майкл Джексон. Майкл Джексон, тамаша. Қандай ән жинағы екенін білесіз ба? Қосымша айта салайын, триллер деген ән жинағы ақпарат үшін. Бірақ дұрыс, бір ұпай. Келесі екінші сұрақ. Құлағы естімесе де симфониялар патшасы атанған композитор. Жалағаш. Бетховен. Бетховен, тамаша. Тамаша, Бетховен. Бұл ағылшынша сұрақ, ағылшынша жауап беру керек. Who wrote the book about boy who survived? Who wrote the book about boy who survived? Жауап бар ма? Do you have an answer? Құрметті қатысушылар, жауап бар ма? Мен бұл сұрақты қазақша немесе орысша қойсам, сіздер бірден тауып алатын едіңіздер. Сондықтан ойланыңыздар. Жарайды, қазақшаға аударайын, бірақ жауабын білсеңіздер, білерсіздер. Кітапты жазған дейді, тірі қалған бала туралы кітапты жазған кім? Гарри Поттер. Кім жазған? Джон Роулинг. Бірақ жауап есептелмейді, өйткені мен оны айтып жатырмын, ешкімге есептелмейді, себебі ағылшынша сұраққа ағылшынша жауап беру керек. Тамаша, екінші кезеңді онша бастамадық. Джоанна Роулинг. Келесі екінші сұрақ. Один из основоположников Казахского национального театрального искусства на этнографическом концерте на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже за исполнение казахских народных песен был удостоен второго приза и серебряной медали. О ком идет речь? Да, Жалағаш басты бірінші. Әміре Қашаубаев. Правильно, Әміре Қашаубаев. Ағылшынша сұрақ. Currently, the most highest grossing Kazakh movie. Currently, the most highest grossing Kazakh movie. Я? Қыз-жібек. Дұрыс емес, сіздер қазір currently дегенді түсінбей жатсыздар ғой деймін. Я? Көшпенділер. No. In English, please. Көшпенділер is nomad. Арал, вариант бар ма сіздерде? Нұсқа болмаса мен қазақша аударайын. Кино туралы сұрап отырмын, я? Өздеріңіз білесіздер, қазақтың киносы, бірақ қандай қазақтың киносы? Соны сұрап отырмын. Шамалы. Ойлансаңыздар. Арал, нұсқа болса, барлығын қолын байлап тұрсыздар. Нұсқа жоқ, басқа командалар жауап беруге мүмкіндік бар.
иә жалағаш. Қазақ қандағы. Дұрыс емес. Менің сұрағым мынандай, қазіргі таңда ең көп қаражат жинаған, ең көп ақша жинаған қазақ фильмі қандай? Нұрлан Қоянбаевтың ба? Дұрыс қой, қандай киносы? Бизнес по-казахски. Бизнес по-казахски в Корее. Бірақ өкінішке орай жауап қабылданбайды, ағылшынша болған кезде ғана. Иә. Келесі сұрақ. Бұл Marvel комиксінің атақты кейіпкерлерінің бірі. Түсі көріп тұрғандарыңыздай жасыл. Бірақ бастапқыда бұның түсін авторы Стэнли сұр қылып жасаған. Белгілі бір себептердің әсерде жасыл болып танымал болып кеткен. Қандай себеп деп ойлайсыздар? Арал. Дұрыс. Құрылғы сұр түстің орнына жасыл қылып жерген, сондықтан да сұр болатын халық жасыл болып кеткен. Тамаша, Арал. Арамызда гиктер бар екені қуантады. Келесі сұрақ. На данный момент этот музыкальный инструмент является одним из основных в классической музыке и иногда используется как декорация в дорогих домах и гостиницах. Известный клавишник Бартоломео Кристофери является автором этого инструмента и его окрестил свое творение как «тихо и громко» на итальянском языке. Назовите инструмент. Фортепиано. Дұрыс. Тамаша. Пиано e forte деген тихо и громко деген мағынаны білдіреді. Соны қосқанда фортепиано. Жақсы, шиелі. Келесі сұрақ. The first movie in Kazakh language and what it about was? Who was the main character? Yes? Amangilda. That's right, Amangilda, the first movie. And what about it? It's about revolutionary. Amangilda against imperial power. Yes. Яғни Амангелді Имановтың көтерілісі туралы империялық әмірлікке. Тамаша. Келесі сұрақ. Тарихта ерекше өнер үшін есімі сақталған апамыз өзінің тегін қайтыс болған баласының құрметіне алған екен. 91 жасында соңғы жеке концертін берген. Кім екенін таныңыз? Дина Нұрпейісова. Тамаша. Шиелі Дина Нұрпейісова. Керемет. Келесі сұрақ. Осы кезеңнің соңғы сұрағы. Көптеген адамдарда белгілі бір өлеңдер естен шықпайды және оны қайталап айта береді. Бұл құбылысты құлақ құрты деп атайды. Осы термин ағылшын тілінде қалай аталады? Нұсқа болмаса, дұрыс жауабын айтайын, қатты ойланып кеттіңіздер. Құлақ құрты деген термин жалпы ағылшын тілінде енген, осылай өлеңді қайталап айта беретін. Оның жауабы келесі слайд. Earworm, яғни құлақ құрты. Тамаша, үлкен рахмет. Енді екі кезең бойынша қай команда қанша жинағанын айтайық. Сонымен біз үшінші кезеңге көшеміз. Үшінші кезең бізде логикалық сұрақтар. Сонымен логикалық сұрақтарымыздың біріншісіне назар аударайық. Гагарин, Абай, Петр I, Нострадамус, Шерлок Холмс, Пифагор, Шекспир, Шыңғысхан. Мына тізімде кім артық? Жалағаш. Гагарин. Дұрыс емес. Сырдария. Басты. Шерлок Холмс. Тамаша. Шерлок Холмс себебі? Ол кейіпкер. Кейіпкер, қалған бәрі тарихи адамдар өмірде шынымен болған. Тамаша. Келесі сұрақ. Машинаның астындағы қандай нөмір? Бас. 89. Жоқ. 18. Дұрыс емес. Арал? Дұрыс, 87. Өткені төңкеріп қараған кезде 86, 87, 88 болып кетеді. Тамаша, Арал командасына 1 ұпай. Тыныштық сақтайық. Келесі сұрақ. Өмірге қажетті маңызды процесте күнді су, яғни өлшеуі ғой процесті. Одан кейін 600 жылдан соң суды құм ауыстырды. Ал қазір олардың орнына механизм және электроника пайдаланылады. Ол қандай процесс? Қандай процесс өлшеу? Шиелі, дұрыс емес. Жалағаш басты. Дұрыс, уақытты өлшеу. Жалағаш дұрыс. Уақытты өлшеу. Яғни сумен, құммен, сосын арағай механизм мен электроника. Келесі. Енді бұған мұқият қарайық. Мұқият қарайықта неше шығатын айтайық. Сіздерге WhatsApp-қа осындай нәрсе көп келеді ғой деп шығарып едім. Жалағаш. Дұрыс емес.
Күтейік. Я, Сырдария? 21. 21. Дұрыс, 21. Себебі жаңағы таға екеу болып тұр ғой. Сосын аяқ киімде біреу болып тұр. Соның бәрін ескеру керек. Тамаша, Сырдария 1 ұпай. Келесі сұрақ. Bir үйде 8 қыз бар. Бірінші қыз тамақ жасауда, екінші қыз үй жинауда, үшінші қыз кітап оқуда, төртінші қыз шахмат ойнауда, бірінші қыз сурет салуда, алтыншы қыз перде ілуде, жетінші қыз отын жағуда, сегізінші қыз не жасап жатыр? Шахмат ойнады. Міне Жалағаш. Шахмат ойнады. Жалағаш командасына 1 ұпай. Келесі сұрақ. 12 қабатты үйде лифт бар. Үйдің бірінші қабатында 2 адам, екінші қабатта 4 адам тұрады. Жоғарылаған сайын адам саны осылай 2 есе арта береді. Сұрақ, қай қабаттағы лифттің шақырғыш түймесі ең көп басылады? Арал. Бірінші қабатта. Яғни төбеге көтерілетін адам міндетті түрде бірінші қабатты басады, барлығы бірінші қабатты басады. Аралға 1 ұпай. Келесі сұрақ. 456, 218, 067, 240, 101, 199, 001. Осы цифрлардың ішінен ең жасы үлкен қайсысы? Жалағаш. 456. Дұрыс емес. Сырдария. 001. Неге? Кинодағы ең жасы үлкен адам емес. Тамаша. Бұл стоп кадр «Игра в кальмара» деген кинодан алынған. Сияқтағы 001 деген ең жасы үлкен қатысушы сол ойынға. Келесі сұрақ. Цифрларының саны мен соны сипаттайтын сөздің әріптерінің саны бірдей болатын неше сан бар? Сырдария? 4. Дұрыс емес. Цифрның саны да, сол цифрды сипаттайтын сөздің саны да бірдей. Біреу ақ қой цифры, әрпі үшеу ғой. Дұрыс, 100, сосын былайша есептеледі. 100, яғни 3 әріп, 3 цифр, 100. Сосын 4-те бір-ақ цифр ғой. Жалпы есептеледі. Өткені екінші сан қосымша жүреді, жауабын көрсетсеңіздер, миллион, яғни 7 әріп, 7 сан. Арал ауданына 1 ұпай есептеледі. Тамаша. Жақсы логика өте. Келесі сұрақ. Неліктен жабайы табиғатта ағайулар пингвиндерді жемейді? Арал? Біреу Арктикада, біреу Антарктикада. Оны былай айтуға болады. Екеуі екі түрлі полюста деп. Дұрыс, бойынша дұрыс айтты. Келесі, себебі ағайулар солтүстік полюсте, ал пингвиндер оңтүстік полюсте өмір сүреді. Аралға 1 ұпай есептеледі. Келесі, соңғы сұрақ, логикалық сұрақтардың. Бұлардың ұзындығы, ені, тереңдігі, салмағы және биіктігі жоқ. Бірақ бұларды өлшеуге және өлшем бірлігімен жазуға болады. Бұл қандай құбылыстар? Уақыт. Бұл қандай құбылыстар? Бастаңдаршы. Арал? Уақыт. Сосын 2 құбылыс қой. Жел. Ау? Енді желдің күші бар ғой. Уақыт, күш. Уақытпен жас. Күшті сезінесің ғой. Күшті Ньютонмен өлшеп сезінесің ғой. Уақыттарың дұрыс. Тағы бір шама бар. Климат градустар ма? Не дейді соны жалпы? Температура. Арал, бар ма вариант? Температура. Дұрыс, температура мен уақыт. Сырдария. Тамаша, өзіміздің логикалық қабілеттерімізді көрсеттік. Ойыншылардың арасында конкуренция өте жақсы байқалады. Адам не дегенмен де білген нәрсесін айтқысы келеді, сонымен жарысқан өте жақсы. Келесі соңғы кезең тәуелсіз Қазақстан тарихы. Бұл кезеңде Қазақстанның тарихынан, тәуелсіз Қазақстан тарихынан жалпы әртүрлі бір логикалық сұрақтарда, біздің Қызылорда облысына байланысты сұрақтарда қойылады. Тәуелсіз Қазақстан тарихы соңғы кезең бірінші сұрақ. Еліміздің президентінің соңғы жолдауында жаңа облыстардың құрылатындығы жайлы айтылды. Жаңа облыстарды атаңыз. Жалағаш. Ұлытау. Сосын? Абай. Сосын? Жетісу. Тамаша. Жалағашқа 1 ұпай. Келесі сұрақ. Яғни Ұлытау, Жетісу, Абай облыстары. Әр кезеңде ол елді мекен әртүрлі аттарға ие болған және біраз уақытқа дейін құпия қала болған. Мәселен, атаулары Ташкент 90, Заря, Звездоград, Ленинск 1995 жылы қазіргі атауына ие болды. Елді мекеннің атауын табыңыз. Қызылорда. Дұрыс емес. Жалағаш, Сырдария, Арал. Нұсқалар бар ма? Сырдария. Шымкент. Жоқ.
Түркістан. Сіз тұра тұрыңыздар. Екі команда, иә, жалағаш. Түркістан. Ау, Түркістан. дұрыс емес. Арал, бар үміт сізде. Иә, Арал. өзің айтасың. Тамаша, байқоңыр, бір ұпай Аралға. Келесі сұрақ. Үшінші сұрақ. Бұл сала Қазақстан Республикасының экономикалық дамуындағы басым бағыты болып есептеледі. Сонымен қатар 2025 жылға жалпы ішкі өнімнің 8%-ын құрауды мақсат қылуда. Сала ішкі және сыртқы деп екіге бөлінеді. Бұл қандай сала? Туризм. Арал, туризм. Дұрыс, туризм саласы, тамаша. Келесі сұрақ. Бұл да логикалық сұрақтар қатарынан тарихқа қатысты 1852, 1862, 1925 цифрларын не байланыстырады? Я? Орынбор қырғыздарының ережесі. Дұрыс емес. Шамалы алысталады. Өкінішке орай. Қызылорда қаласының атауларын өзгерген уақыты. Тамаша, өте тамаша. Қызылорда қаласының атауларын өзгерген жылдары. Яғни Қамыс қала, Перовск, Ақмешіт, Перовск, сосын Қызылорда қаласы. Өте жақсы. Келесі. Шиеліге бір ұпай. Қазақстан Республикасында 60 елдің елшілігі бар. Ең алғаш болып біздің елімізде елшілігін ашқан мемлекет. Сырдария. Түркия. Арал дұрыс жауап берді. ақш, Америка құрама штаттары 10 күннен кейін елшілік ашқан ғой. Біз тәуелсіз қалғаннан кейін 26 желтоқсанда. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасындағы қаланың атауы Қарағаны қалың өскен жер дегеннен шыққан. Бұл қандай қала? Қарағанды. Қарағанды, дұрыс. Яғни Қарағанды деген гүлдің құрметіне қойған. Яғни гүлдер бетіп әдемі болып шоғырланып өскен кезде соған қарап қаланың атын қойған. Қаланың ашылуына Қаныш Сәтпаев үлкен себепкер болған. Келесі сұрақ. Бұл тарихи тұлғаның биылғы жылы 110 жылдығы аталып өтілді. Халық арасында Алматының әкесі деген атқа ие. Жуырда бұл кісінің құрметіне қаланың атауы беріледі. Тұлғаның есімі кім? Арал. Қонаев. Толық аты? Дінмұхамед Қонаев. Тамаша, рахмет. Келесі сұрақ. Бұл ойыс Қазақстан жеріндегі ең төменгі нүкте болып есептеледі. Теңіз деңгейінен 132 метр төмен. Атауы? Қарақия. Арал. Қарақия ойысы. Қарақия. Тамаша. Келесі. Қарақия ойысы. Келесі сұрақ. Қазақстан жерінде 90-ға жуық елді мекен бар. Қалаларда тұратын тұрғындардың үлесі 55,1%-ды құрайды. Жалпы Қазақстан бойынша. Халық саны жөнінен ең аз тұрғындар шоғырланған облыс орталығы. Қостанай облысы. Дұрыс емес? Я? Петропавл. Дұрыс, Петропавл. Келесі, бүгінгі ойынның соңғы сұрағы. Орталық Азиядағы ең үлкен театр Қазақстанда орналасқан. Бұл театрды 33 елдің мамандары 3 жыл салды. Театр қай қалада орналасқан? Алматы. Дұрыс емес? Сырдария. Астана. Театрдың аты? Астана опера театры. Абай атында. Жалпы Астана опера театры, бірақ сұрақты негізі қай қала деп қойғанмын. Тамаша, Астана опера. Енді құрметті қатысушылар, қазір біз жалпы 4 кезең бойынша есептейміз. Осы ойынның нәтижесі бойынша Жалағаш пен Арал командасы ақтық кезеңге жолдама алады. Құттықтаймыз. Бір-біріңізді құттықтап қойсаңыздар болады. Ал қалған командаларға жетекшілеріңізбен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің жартылай кезеңнің бірінші ойыны өз мәресіне жетті. Ақтық кезеңге жолдама алған командаларды құттықтаймыз. Ол бізде Жалағаш ауданының командасы мен Арал ауданының командасы. Ал Сырдария ауданы мен Шиелі ауданының командаларына біз Қорқыт атына Қызылорда университеті мен Қызылорда облыстық телеарнасының атына алғыс білдіріп, сәттілік тілейміз. Сіздердің жеңістеріңіз алда. ұбт-дан аман-есен өтіп, қалаған мамандықтарыңызға грантқа түсуге тілектеспіз. Құрметті көрермендер, келесі интеллектуалды ұлт ойынының келесі кезеңінде кездескенше аман сау болайық.